Ералы Тоғжанов келестегі стратегиялық нысандарды аралады. Тұрғындармен кездесіп, сапалы ауыз сумен қамтудың маңыздылығын түсіндірді. Баяғыда скважина болған ғой, жер асты сулары скважинамен өткізілген. Шымкентте тыйым салынған күлкі газын сатып келген түнгі клуб әшкерленді. Адамды естен айыратын баллон сатқандар жазасыз қалмайды. Күшті әсер ететін заттардың заңсыз айналымы үшін 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Аса ауыр қылмыс алаяққа алдану, біреудің мүлкіне қол салу. Шымкент соттары бір жыл ішінде 3000-ға жуық қылмыстық іске нүкте қойды. Сотталушылардың қатарында бюджет ақшасын бауырына басып, байығандар да бар. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты істер бойынша 189 миллион теңге көлемінде айыппұл салынған. Жастар арасында күлкі газы деп аталатын азот тотығының жарнамасы да, сатылымы да көбейіп кетті. Әлеуметтік желіге ашық күйге салатын жағдайға жеткен. Биылғы жылы есірткіге қарсы іс-қимыл барысында бірқатар өңірлерден дәл осы азот тотығымен толтырылған баллондарды заңсыз тасымалдау және оларды сақтау фактілері тіркелген. Шымкентте қалыс қалып отырған жоқ. Түнгі клубтарда ашық түрде сатылымға қойған. Бір қойманың өзінде 416 баллонды сақтаған. Оның жартысында тыйым салынған қоспалармен толтырылған. Тиісті сараптама тағайындалды. Ішкі істер министрлігі ескертеді. Азот тотығын медициналық мақсаттан тыс пайдалану қауіпті және бұрын адам өліміне әкеп соққан жағдайларда орын алған. Күшті әсер ететін заттардың заңсыз айналымы үшін 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Күлкі газы қорқыныш пен алаңдаушылықты азайтады. Денені босаңсытып, қолданған адамды бақты көңіл күйге түсіреді. Медицинада көбіне тіс емдеу кезінде қолданады. Ауруды басқанымен толық жоймайды. Газдың әсері 7-10 минутқа дейін сақталады. Ал дұрыс мақсатта қолданбаса, ұзақ және қысқа мерзімді тәуелділікті тудырады. Иммунды жүйе әлсіреп, есте сақтау қабілеті жоғалып, тіпті кей кезде тұншығып өлуге дейін алып барады. Шымкентте қылмыс саны азаймай тұр. 2025 жылы қала соттарына 3000-ға жуық қылмыстық іс түскен. Басым бөлігі алаяқтық пен ұрлық. Жалпы істердің 1/3 бөлігі осы санатқа жатады. Алаяқтардың әрекетінен келген шығын 2 миллиард теңгеден асады. Былтыр 1000-ға жуық адам дәл осы құйтырқылықтың құрбаны болған екен. Ал сыбайлас жемқорлық бойынша мемлекетке 180 миллион теңге қайтарылған. 56 тұлғаға қатысты қылмыстық істің үкімі шығып, олардың 60%-ның бас бостандығынан айырылған. Сотталушыларға бас бостандығынан айыру жазасынан бөлек альтернативті жаза түрі жиі қолданылған. Осы сотта қаралған істердің 722 тұлғаға немесе 35%-не бас бостандығынан айырумен байланысты жаза тағайындалған. Яғни жазалау, карательная практика дейміз, жазалау практикасы 35%-ті құрайды. Енді қалғандары бас бостандығынан айырумен байланысты емес. Оның ішінде бас бостандығын шектеу жазасы бар, айыппұл жазасы бар, қоғамдық жұмыстарға тарту жазалары бар. Сондай жазалар қолданған. Соңғы 5 жыл ішінде әкімшілік сотқа 1000-нан астам шағым түскен. Оның тең жартысына шешім шығарылып, 197 арыз қанағаттандырылған. Бұл туралы Шымкент қалалық сотының әкімшілік істер жөніндегі сот алқасының төрайымы Гүлмира Дұрысбек қызы мәлімдеді. Оның айтуынша мемлекеттік сатып алу саласында да бірқатар кемшіліктер әлі де бар. Мемлекеттік басқару басқармасының тарапынан әлі күнге дейін өткізіп жатқан конкурста жылдап 2 жыл өтті. 3-ші жыл өзінің мәселесін шешілуін таптай жатыр. Бірде-бір қатені кассациялық сотпен нүкте қойылған мәселені әлде де жіберіп отыр. Сондықтан сот тарапынан жақында жеке ұйғарымдар шығарылды. Әкімнің тарапынан тиісті шара қолданып, өз деңгейіне келтіреді деп сенім білдіремін. Және де бұндай талап қойлар басқа сотқа түспеу керек. Сонымен қатар сот жүйесіне жастарды тарту жұмыстары жалғасуда. Қазіргі таңда департаменттегі штат бірліктерінің 6% бос және бұл орындарға жас мамандарды қабылдау жоспарланып отыр. Қымбат Жарылқасын, Талғат Қырғызалиев, Нұрсұлтан Анваров, Уақыт телеарнасы. Түркістандықтар орталықтағы Жеңіс саябағына ескерткіш орнатуды ұсынды. Облыс әкімінің кезекті жеке қабылдауына келген тұрғындар дәл осындай өтініштерін білдірді. Қала тұрғындарының өтініші сәулеттік жобалар кеңесінде қаралатын болады.
Ал қабылдауға қала мен аудан аймақтардан келген азаматтар тұрғын үй, жер, жұмыспен қамту, әлеуметтік қолдау және байланыс сапасына қатысты түйткілдерін жеткізді. Жеке қабылдау барысында бірқатар мәселе сол жерде шешім тапты. Мәселен, Бәйдібек ауданынан келген тұрғынға мамандығына сай бос жұмыс орны ұсынылды. Сонымен қатар тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарды баспанамен қамту мақсатында 144 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы жоспарланып жатқаны айтылды. Облыс әкімі барлық өтініштің заң аясында шешілуін жеке бақылауына алатынын атап өтті. Жауапты мемлекеттік органдарға нақты тапсырмалар берілді. Айта кетейік, мұндай қабылдаулар тұрғындармен тікелей байланыс орнатып, мәселелерді жедел шешуге мүмкіндік береді. Қабылдауға егов порталы, өтініш бірыңғай базасы арқылы және азаматтарды қабылдау орталығына келіп, жазбаша өтініш тастау арқылы жазылуға болады. Түркістан облысына жұмыс сапарымен келген Қазақстан премьер-министрінің кеңесшісі Ералы Тоғжанов Келес ауданында жүзеге асырылып жатқан инфрақұрылымдық жобалардың барысымен танысты. Сапар барысында облыс әкімінің бірінші орынбасары Зұлпыхар Жолдасов пен Келес ауданының әкімі Жәнібек Ағыбаев өңірде атқарылып жатқан жұмыстар жайлы баяндап, нысандардың орындалу деңгейі туралы ақпарат берді. Жұмыс сапары Ақсу елді мекендегі ауызсу құрылысынан басталды. Жауапты мамандар жобаның іске асырылу барысы мен тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамту көрсеткіштері туралы баяндап, Жуантөбе елді мекендегі су жүйесі, Жаңадәуір ауылындағы нысан, сондай-ақ Есік-Қорған, Құйған және Қияжол елді мекендеріндегі құрылыстар тексерілді. Баяғыда скважина болған ғой, жер асты сулары скважинамен өткізген. Сапар соңында Ералы Тоғжанов ауыл тұрғындарымен кездесті. Олардың пікірін тыңдап, сапалы ауыз сумен қамтудың маңыздылығын атап өтті. Тұрғындар жаңа жүйенің игілігін көріп отырғандарын айтып, алғыстарын білдірді. Айта кетейік, өткен жылы Келес ауданында 13 ауыл толық ауыз сумен қамтылды. Ал жобалар қайтарылған активтер есебінен қаржыландырылған. Түркістан облысының әкімі шетелдік инвесторлармен кездесу өткізді. Кездесу барысында өңір аумағында логистикалық орталық ашу мәселелері талқыланды. Облыс әкімі өңірдің инвестициялық және транзиттік логистикалық әлеуеті зор екенін жеткізді. Қызығушылық танытып, алда жұмыс жасаймын деп келген үшін біріншіден алғысымды айтамын. Жалпы біздің өңірде айтатын болсақ, халықаралық көлік дәлізінің тоғысында орналасқан өңір, батыс Европа, батыс Қытай жолдың дәлізінің бойында және өзімізде жаңадан салынған әуежайымыз бар. Жалпы осы логистика бағытында жұмыс жасауға мен ойлаймын, жалпы біздің өңірде үлкен мүмкіндіктеріміз бар. Сол бойынша нақты талқыласақ. Шетелдік компания өкілдері Түркістандағы әуежай арқылы Еуропаға 2000 тонна тауар тасымалдаған. Биыл бұл көрсеткішті ұлғайтуды жоспарлап отырғанын айтты. Сонымен бірге Түркістандағы халықаралық логистика хабы ретінде дамытуға қызығушылық танытты. Ендігі ретте осы өңірден тауарды сақтайтын арнайы буып түйетін логистикалық орталық салу көзделіп отыр. Тараптар Түркістан облысының географиялық орналасуы мен транзиттік әлеуетін тиімді пайдалану, көлік логистикалық инфрақұрылымды дамыту жайын сөз етті. Облыс әкімі өңір басшылығы инвесторларға жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екенін атап өтті. Мұндай ірі жобалар аймақ экономикасының дамуына серпін беретінін жеткізді. Кездесу қорытындысында қос тарап жобаны нақтылау, алдағы ынтымақтастықты жалғастыру жөнінде уағдаласты. Шымшаһарда әдебиет пен руханиятты жаңа деңгейге көтеруге бағытталған тағылымды әдеби танымдық басқосу өтті. Мазмұны терең жиынға қаламгерлер, зиялы қауым өкілдері, кітапханашылар мен белсенді оқырмандар жиналып, ұлттық құндылықтардың дәріптеудің өзекті мәселелерін талқылады. Бұл шарада біз 3 түрлі мәселенің басын біріктірдік. Ең бірінші, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Түркістан газетіне берген сұхбаты. Осы сұхбатты біз өзіміз қала кітапханалары бірге отырып, өзіміздің оқырмандарымызбен және қадірлі қонақтарымызбен осы сұхбатта айтылған мәселелерге тікелей қатысты саланың өз мамандарымен бірге талдап таразылағанды жөн көрдік. Басқосуда республика бойынша жүзеге асып келе жатқан бір ел, бір кітап жобасы аясындағы бір қала, бір кітап қалалық акциясының биылғы бағыты таныстырылды. Осы бастама негізінде Шымкент өңірінен шыққан және өңір руханиятына үлес қосқан қаламгерлер айқындалды. Таңдалған авторлардың шығармалары жыл бойы қала кітапханаларында кеңінен насихатталып, түрлі әдеби кештер мен мәдени іс-шаралар ұйымдастырылмақ. Мен бір ғана нәрсені айтқым келеді. Біз қазір
шынында да үлкен бір тарихи өзгерістердің дәл ортасында тұрмыз. Біз оны өзіміз арасында жүрген соң онша сезінбей тұрмыз. Ал бірақ бұл бір 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін біз қандай кезеңдерден өткенімізді сол кезде ішінде жүріп білмей қаппыз ғой дейтіндей кездерден өтіп жатырмыз. Өйткені қазір мына конституцияны қайта реформалайтын, қайта жаңғыртатын комиссия құрылды. 130-ға жуық адам мүше болды. Қоғамның сен тұр мен атайын деген үлкен қайраткер тұлғалары барлығы да тіпті конституциямызды қайта жазып шыққандай жұмыстар жасалып жатыр. Жиынның тағы бір маңызды тақырыбы 2026 жылға жоспарланған цифрландыру жылы. Қатысушылар жасанды интеллект пен цифрлық технологиялардың мәдениет пен білім саласындағы мүмкіндіктеріне тоқталып, руханиятты жаңа форматта дамыту жолдарын сөз етті. Айта кетейік, мұндай әдеби танымдық кездесулер оқырман мен автор арасындағы байланысты нығайтып, ұлттық руханияттың дамуына тың серпін бермек. Альфия Аль-Фараби қызы, Ерлан Бексейіт, Нұрсұлтан Анваров, Уақыт телеарнасы. Уведомление біз ескертілді ма? Жоқ. Ескертілген жоқ. Ескерту алдыңдар ма? Жоқ. Кім алды ғаны? Ескертілген. Екі күн болды, екі күн. Берген жоқ. Бізге ескерту деген ұршын деген жоқ. Недеген сұмдақ, недеген өтік айтады көзін бақырет қойып. Су есептегіш құралын ауыстыру міндет. Дәл осындай хабарлама алған ынтымақ шағын ауданы тұрғындары шу шығарды. Арнамыздан араша сұрады. Біз өз кезегінде тараптарды беттестіріп уәжін тыңдадық. Бәрі істеп атыр шөтшігіміз, ішмәлесі жоқ. Бұларға істеп тұр. Бұлар айтады, бізге сигнал бармады. Бұларға ақша түспей қала ма? Біздің колодесті көрсеңіздер, біздің колодес надан су болады да тұрады. Жөндейтін кезде ешкім келмейді. Біз анаяқа әкімшілікке шығамыз, жөндейтін кезде су сырттан шығып атады, үйге кіріп атады. Ал енді ақша жинайтын болса, қақтан шыққан ақша әр шөтшікті қырғымнан қай семей алады, 4 түйін таппай отырмыз қазір. 4 түйін. Бала шағамыз асыраймыз ба жоқ, бұлардың қалтасына саламыз ба сонда? Үкімет қайда қарап отыр? Неге өздері қойып бермейді? Наған адам бұлар, наған адам? Bir ай болды ескерттік. Қаяқтың ескерту айтыңдар. Ескерту алдыңдар ма? Қарсымыз, 1-2-3. Қарсымыз. Отқа барамыз. Еге қалты қадай береді? Едеген сұмдық бұл. 10 жан тұрамыз. Аппарат мұсыр келеді, мұсырда үстіне ақшасын қойып қояды. Bir бағамен өмір тұрмайды. Су келеді, судың үстіне қоя береді. Қайтеміз, су не сонда? Қазақстан қаяқта, жаңа Қазақстан қайда? Сусыз шөлде өліміз керек па? Тұрғындар су есептегіш құралды ауыстыруға үзілді кесілді қарсы. Айтуларынша құрылғы әлі де істеп тұр. Ауыстыруға еш негіз жоқ деп санайды. Оған кететін шығында қалталарын қағатын жасырмайды. Водоканалдың қызметтері, су ресурстарының басшылары бізге келіп талап қойып жатыр. Ескі шөтшіктеріңіздер тозған деп, бірақ біздің шөтшіктер істеп тұр, суымыз ағып тұр, уақытылы төлеп тұрмыз. Соғанда қарамастан бізге мәжбүрлеп, өзінің модем дейді, бағасы 40 000 теңге установкасымен, соны қоюға бізге мәжбүрлеп жатыр. Соған біз сұрақ қойғымыз жатыр. Бірінші әкім мырзаға қоятын сұрақ өзі водоканал үкіметтік ма, жеке ма? Сол сұраққа жауап берсе. Екіншіден бұлардікі халықтың есебінен дейді. Бұл кісілердің айтуы біздің президентіміздің тапсырмасы бар дейді, модернизация қылу керек, цифрлизация қылу керек дейді. Біз оған қарсы емеспіз, бірақ біз за счет тұтынушылар ақысына істетуге біз қарсымыз. Өйткені бұлар заң бойынша өздері қойылды, өздері жауапкершілігін өзінің мойнына алу керек. Содан бұлардың енді өздерінің айтып жатқан уәждері қоймасаңыздар, 40 000 теңгелік шөтшікті қоймасаңыздар, біз сіздерді сотқа береміз де 201 000 теңге штраф саламыз дейді әлі. 7 күн ішінде төлемесеңіздер дейді. Соның бас ақ-қарасын шешіп жатырмыз осы жерде. Сала жауаптыларының сөзінше ауыстыру жұмыстары заң аясында жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ сотқа дейінгі арыз тасталған, тек ескірген әрі істен шыққан есептеуіш құралдар ғана ауыстырылатын алға тартады. Хабарлама берілді. Хабарламадан кейін сотқа дейінгі шағым талап қою да берілді. Одан бөлек мына сот шешімі шықпастан бұрын біз түсіндірме жұмыстарында жүргізгенбіз. Олардың барлығы жүргізіліп, жұмыстар заң аясында жүргізіліп жатыр. Ешқандай бірден жаңағы сотқа талап қою жүргізілген жоқ. Bir ай бұрын хабарламаны алған, 1 ай бұрын берген.
Әңгімені айтып тұр ғой мынаусы. Ешкімге берген жоқ. Кім алды, кім алды? Халықпен түсіндірме жұмыстарын алдын ала жүргіздіңіздер ме? 1-2 күн болды ғой сіздердің келіп жатқандарыңызға. Халықтың бәрі ешкенге 2 күн болды. Мысалы да осы ынтымақ мөлтек ауданынан төлем түспей жатса, қарыз болса, айтыңыздар осы жерде. Бұл жерде халықтың Бұйрық көрсетіңіздер бәрі болмаса. жиналып жатыр да, таратылғанда, таратылмағанда. Біз жұмыс істемейтін, жұмыс істемейтін, жаңағы істемейтін мадемдерге ғана тараттық қой біз. Бәріне жалпы бәрі. Егер сіздіңкі мүмкін жөндеп тұрған шығар. Біздікі барлық істеп тұр. Жоқ, істеп тұрғандарға таратпаймыз ғой. Димаш, Сигнал. Төлем жасамай жатса мақұл екен, кейбір екі листовый счет беріп жүрген кездеріңіз бар. Біз түсірілім жасап тұрған сәтте-ақ есептеуіш құралдан су ағып жатты. Тұрғындар мұндай жағдайдың жиі қайталанатынын, кейде есептеуіштің суға толып қалатынын айтып шағымданды. Қазір 6 абонент бар мына колодецтің ішінде, су тасып жатыр, көріп жатсыздар. Бұл қойған модемдер ертең не болады сонда? Қазір 2 сағаттың ішінде бұған су толады. Қазір мына апай 109-ға звондаған еді. Не деп айтты сізге? Жауабымыз қабылданды, күте тұрыңыз дейді. Бүгін келе ма ол, ертең келе ма? Мынау қазір 1-2 сағатта толады мысалы үшін еще. Ол модемді қойған екен, мына сыртқа шығарып, ящигімен утеплять етіп, құлттанатын қып қою керек. Бұл халықты қанау емес па? 40 000 теңге каждый семья бере алмайды ғой оны. Ақшасы бары бар, жоғы бар, қазір кредитке кірген адам бәрі. Оңай емес қой, мына ішіне су тасып жатыр, көріп тұрсыздар өздеріңіз. Бұл каждый деп айтпай қояйын, әр көшені бір тексеріп шықсаңыз, қазір осындай су тасып жатқан болады. Аздап болса да тамып тұрған су бар ішінде. Ол жинала, ертең модем құриды ғой қойған 40 000 теңгеден модем. Оған кім жауапкер оған? Кім кепіл бола алады мысалы соған? Каждый көшеде осындай проблема. Бұл әлі сіз көргендіңіз әлі жартысы ғой. Мына сыртқа шығып ағып атқандар бар. Колодецтен шығып ағып атқандар, үйдің ішіне есігінің алдына дейін келіп атқандар бар. Шағынданып үстіп шақырады, күтеміз сол. 1 күн күтеміз, 2 күн күтеміз. Сразу келмейді ешкім. Пожарный гидрант бар, прям сол өткен трубалар өткен жер. Бір апта күттік келді. Су ағып, анау асадка беріп жіберген, барып көрсеңіздер болады. Прям асадка беріп жіберген андай люк. Бір апта күттік, бір аптада келген. Тараптар бір мәмілеге келе алмады. Жауапты мекеме өз талабынан қайтпайтын, ал тұрғындар өз құқықтарын заң жүзінде қорғайтынын мәлімдеді. Мәселенің соңы сот арқылы шешілуі мүмкін. Құдай қаласа осы 1-2-інен бастайды, одан кейін 5-ді істемей тұргенше, оны тексеретін возможность жоқ бізде. Соны міндеттеліп жатыр ғой барын ауыстыруға. Сөздің ашығы. Бұл жерде барлық халық оған қол да қоймайды, басқа да қылмайды. Лучше біз соттасайық, құрметті юрист мырза. Онда бүкіл халық сотқа берейік бәріңізді. Арас сіздер сотқа беріп жатыр екенсіздер. Альфия Аль-Фараби қызы, Талғат Қырғызалиев, Нұрсұлтан Анваров, Уақыт телеарнасы. Шолаққорған ауылында мәдениет пен руханияттың маңызды ордасы саналатын жаңа кітапхана ғимараты пайдалануға берілді. Заманауи үлгіде бой көтерген кітапхананың ашылу салтанатына аудан әкімі Мұхит Тұрысбеков, аудандық мәслихат төрағасы Ордабек Жәмиев, облыстық мәслихат депутаты Бегімбет Байғараев, ауданның ардагерлері мен ауыл тұрғындары қатысты. Салтанатты жиында аудан басшысы Мұхит Сексенбайұлы жиналған жұртшылықты жаңа рухани орталықтың ашылуымен құттықтады. Заманауи кітапхананың салынуы біз үшін басты қуанышымыз. Біз әрқашанда оқырманға қызмет көрсетуге дайынбыз. Бізге осындай ғимарат салып беріп жатқан аудан басшыларына үлкен алғысымыз айтамыз. Тұрғындар жаңа нысанның ішін аралады, көрсетілетін қызмет түрлерімен танысып, ұйымдастырушыларға өз ризашылықтарын білдірді. Айта кетейік, жаңадан ашылған кітапхана ғимаратының кітап қоры 500 мыңға жуық. Заман талабына сай жабдықталып, оқырмандарға қолайлы жағдай жасалған. Мұнда жастардың еркін білім алуына, ізденуіне, шығармашылықпен айналысуына толық мүмкіндік бар. Кітапханада кітап оқумен қатар түрлі мәдени көпшілік іс-шаралар, кездесулер мен танымдық жобаларды өткізуге арналған кеңістіктер қарастырылған. Шымшақарда бірқадар әлеуметтік нысандардың құрылыс капсулалары салынуда. Шымкент қаласында инклюзивті спортты дамытуға бағытталған әлеуметтік маңызы зор ауқымды жоба бастау алды. Мегаполис аумағында паралимпиадалық және судолимпиадалық спорт түрлеріне арналған заманауи спорт кешенінің құрылысы қолға алынды. Болашақ нысанның іргетасын қалау аясында өткен символикалық капсула салу рәсіміне қала әкімі Ғабит Сыздықбеков арнайы қатысты.
Енді өте қуаныштымыз осындай спорт кешені салынып жатқанына. Осы мынау жақында ғана Ақтөбе қаласында осындай жаңада жаттықтырушылар бізге хабарласып осындай ашылайын деп жатыр деп. Біз оны уже Инстаграм желісінен көрдік, жаңада ашылып уже пайдалануға беріліп жатыр. Жақсы салынған екен. Енді болашақта осы бізге де сондай несін спорт комплекс салайын деп жатыр екен. Өте қуаныштымыз. Барлық, например, спорт түрлері бір жерде болады. Жаңағыдай осындай спортшылар осы жерге келіп, барлығы бірге жаңағыдай жаттығуын жасап, осы жерден өздерінің жаңағыдай нелерін шынықтырып, жарыстарға қатысуға жаңағыдай бір септігі болып жатыр да. Нысанда футбол алаңы, 2 әмбебап спорт залы, түрлі спорт түрлеріне арналған залдар, заманауи жүзу бассейні және автотұрақ қарастырылған. Жаңа спорт кешені өңірдегі бейімделген спорт инфрақұрылымының жетекші орталықтарының біріне айналады деп күтілуде. Бұл енді спорт ғимарат паралимпиада және сурдоолимпиадамен айналысатын спортшыларға арналған. Бұл жерде әмбебап 2 спорт залымыз бар, бассейніміз бар 50 метрлік, және де арбамен ойнайтын стол теннисі бар, және арбамен би залы бар, және де футбол алаңдары жасалып жатыр, және де күрес залдары, футбол алаңдары соғылып жатыр. Бұл жерде әрине осы біздегі осы қала бойынша мүмкіндігі шектеулі спортшыларымызға арналып соғылып жатқан спорттық ғимарат. Біздегі осы барлық сурдоолимпиадаға және паралимпиадаға қатысатын спортшыларымыздың барлығы осы жерде, осы спорт ғимаратында жаттығу жасайды. Және де мен ойлаймын, алдағы барлық үлкен жарыстардың барлығын осы Қазақстан Республикасы бойынша Азия әлемінде осы спорт ғимараттарында біз жарыс өткіземіз. Өйткені бұл спорт ғимарат халықаралық дәрежедегі стандартқа сай болып салынып жатыр. Аида Нұржанбай, Ерлан Бексейіт, Нұрсұлтан Анвар, Уақыт телеарнасы. Шымкентте жаңа халықаралық стандарттарға сай медициналық көмек көрсететін 3-ші деңгейлі перзентхананың капсуласы салынды. Болашақ нысан Ақжайық шағын ауданында орналасады. Капсула салу рәсіміне қала әкімі Ғабит Сыздықбеков арнайы қатысты. 200 орындық перзентхананың құрылысы биыл басталады. 2027 жылдың соңына дейін толығымен құрылыс жұмыстарын бітіру жоспарлануда. Жаңа орталық заманауи жоғарғы технологиялы медициналық жабдықтармен қамтамасыз етіліп, жүкті әйелдерге, жаңа туған нәрестелерге мамандандырылған көмектің мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді. Шымкент қаласындағы 200 төсек орындық перинаталдық орталықтың құрылысының, яғни іргетасын қалау басталды. Бұл нысанның жалпы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жаңа ана мен баланың денсаулығын жоғарылату бойынша басталған нысан. Жалпы ауданы 38 мың шаршы метрден тұрады. Жер көлемі 6 гектар жерге орналасатын болады. Құрылыс биыл басталып, 27 жылы аяқтау жоспарлануда. Медициналық нысан салу қажеттілігі қала халқы санының тұрақты өсуімен байланысты. Қазіргі таңда қала халқының саны 1.300.000 адамнан асады. Соңғы 3 жылда балалар саны шамамен 10% артып, 500.000 адамға жетті. Болжамдарға сәйкес 2035 жылға қарай мегаполис халқының саны 2 миллион адамға жету мүмкін. Қалада жалпы 508 акушерлік төсек орны бар, 4 профильді медициналық мекеме шамадан тыс жүктемемен жұмыс істейді. Жобаның жүзеге асырылуы қолданыстағы медициналық мекемелерге түсетін жүктемені азайтып, перинаталдық көмектің қолжетімділігін арттыруға, сондай-ақ ана мен сәби өлімін төмендетуге жағдай жасайды. Аида Нұржанбай, Ерлан Бексейіт, Нұрсұлтан Анвар, Уақыт телеарнасы.